Саламатсыздар ма, білім алушылар? Сіздерге көмірсутекті шикізаттарды бірінші өңдеу технологиясы пәнінен нөмір 3 дәрісіміз мұнайды бастапқы өңдеу процестерінің мәні туралы тақырыпта дәріс оқитын боламын. Мұнайды бастапқы өңдеудің негізгі теориялық негіздері мен технологиясына келетін болсақ, жаңа келесі тақырыптар қарастырылады. Мұнай өңдеу процестерінің жіктелуі, өңдеуге дайыну және тұзсыздандыру қондырғысының процестерінің технологиясы және мұнайды тұрақтандыру, мұнайды тұзсыздандыру қондырғысының схемасы, отандық дегидраторларға, сонымен қатар оларды қондырғылардың түрлеріне, негізгі атмосфералық бағанға, масса-масу процестерінің байланыс құрылғының жүктелуіне және сұйық инжекторлар мен вакуум жасаудың көп сатылы жүйесінің схемасы, сонымен қатар атмосфералық вакуумды құбырлы алты қондырғысының бензинді тұрақтандыру және қайта өңдеу блогының схемасы, барлығы осы мұнайды бастапқы өңдеудің теориялық негіздері мен технологиясына кіреді. Мұнайды өңдеудің процестерінің жүктелуіне келетін болсақ, ұңғымалардан шыққан шикі және лас мұнай екі кезеңде мұнай кәсіпшіліктерінде және мұнай өңдеу зауыттарында механикалық қоспалардан, қабаттың суына және коррозиялық минералды тұздарды және ілеспе газдарды кету мақсатында өңдеуге жіберіледі, яғни дайындалады. Мұнайды дайындаудың екі қиын кезеңі, ең қиын кезеңі тұзсыздандыру болып табылады. Шикі және лас мұнай бөлінуі, қиын минералданған су, мұнай дисперсия жүйесі, судағы мұнай немесе мұнайдағы су түріндегі эмульсия, бұл олардың беттерінде адсорбцияланған тұрақты сольват қабығы, эмульгатор пленкасы бар ең кішкентай глобул тамшылар болып табылады. Сонымен қатар мұнай эмульсияларын тұзсыздандыру әдістеріне келетін болсақ, олар термоөңдеу, термохимиялық өңдеу, электрохимиялық өңдеу және тұщы сумен жуу немесе гравитациялық тұндыру әдістерін қарастыруға болады. Сонымен қатар эмульсиялардың химиялық тұрақсыздануына келетін болсақ, эмульсиялар химиялық тұрақсыздандыру иондық емес демульгаторларда синтетикалық беттік активті белсенді заттарды қолдану арқылы жүзеге асырылады. Ионогенді емес демульгаторлар олар құрамында карбоксил, гидроксил, амин немесе абин сияқты әртүрлі функционалдық топтары бар этилен оксиді немесе пропилен органикалық қосылыстарды қосу арқылы алынады. Ол экранда көрсетілгендей екі реакция теңдеуі бойынша жүреді. Оны бірінші оксиэтилендеу немесе оксипропилендеу деп те атауға болады олар реакция түрлерін. Мұнай өңдеу процестерінің негізгі жіктелуіне келетін болсақ, ол үш топқа бөлінеді. Ол үш топқа масса алмасу процестері, оған гравитациялық, ректификациялық, экстракциялық, адсорбционды және абсорбционды процестерді жатқызуға болады. Ал термолитикалық процестерге термиялық крекинг, висбрейкинг, кокстеу, пиролиз, пісіру немесе пекование деп атайды. Техникалық көміртекті өндіру, битум өндірісін жатқызуға болады. Ал каталитикалық процестерге оның өзі үш түрге бөлінеді: гомолитикалық, гидролитикалық және гидрокаталитикалық. Гомолитикалық оның сутек өндірісі, элементтік күкіртті өндіру, синтез газды өндірісі, ол гомолитикалық процестерге жатады. Ал гетеролитикалық процестерге каталитикалық крекинг, алкилдеу, полимерлеу және этерификация процестерін жатқызуға болады. Ал гидрокаталитикалық процестерге каталитикалық реформинг, изомеризация, гидротазарту немесе гидрокрекинг процестерін жатқызуға болады. Гидрокаталитикалық деп аталу себебі, яғни оның суттегінің қатысында, қысым беруінің қатысында жүргізілетін болғандықтан бұл процестерді гидрокаталитикалық процестер деп те атауға болады. Мұнайды тұрақтандыру ол мұнай өңдеу зауытына дейін тасымалдау кезінде буланудан болатын шығындарды азайту мақсатында кәсіпшілікте жүзеге асырылатын процестердің бірі болып табылады. Мұнайды тұрақтандырудың екі сатылы бағаналы қондырғысының технологиялық режимі келетін болса, колонна 1, колонна 2-де қысымның
мөлшері 0, мысалы бірінші бағанында 0,2, 0,4 мегапаскаль болса, екінші бағанада 1,3, 1,5 мегапаскаль көлемінде болады. Ал сәйкесінше температура 60, 130-да 150, 40-да 50, 130-да 160 аралығында болады. Сонымен қатар мұнай жаңа электрлі тұзсыздандыру қондырғысының схемасына келетін болсақ, бұнда жаңағы алдағы уақытта өтетін боламыз. Мұнайды құрамындағы механикалық қоспалардан, хлорлы тұздардан және судан тазарту процесінің қондырғысы болып табылады. Бұл жаңағы мұнайды біріншілік өңдеу процестерінің қатарына кіреді. Сонымен қатар мұнайды атмосфералық вакуумдық айдау және бензиндерді қайта айдау процестерінің технологиялық негіздеріне келетін болсақ, бастапқы өңдеу процестері кез келген мұнай өңдеу зауытында басты болып табылады. Және комбинерленген, тұзсыздандырылған жаңағы электрлі тұзсыздандыру қондырғысынан кейінгі мұнайды фракцияларға бөлуге арналған. Бұнда жаңа қандай фракциялар десеңіз, жаңа бензин, керосин, дизель, вакуумдық газу немесе май дистилляттары, қалдықты мазут немесе гудрон фракцияларына бөлуге арналған болып табылады. Және одан кейін оларды каталитикалық өңдеуге немесе тауарлық мұнай өнімдерінің мұнай химия шикізатының құрамдас бөлігі ретінде пайдалануға арналған. Мұнай шикізатының бастапқы өңдеу технологиясы көп компонентті қоспаларды ректификациялаудың теориялық заңдылықтарына негізделген. Фракциялардың мұнайдағы ықтимал құрамынан іріктеу тереңдігі жаңа атмосфералық вакуумдық қондырғысының оңтайлы технологиялық схемасымен және ректификациялық колонналардың, құбырлы пештердің және олар басқа да жабдықтардың техникалық жарақтандырылуымен анықталады. Отандық жаңа мұнай өңдеу ең көп таралған қондырғысы ол жаңаға жылына 6 миллион тонна өндіретін электр тұзсыздандыру қондырғысының жаңа атмосфералық вакуумдық құбыры 6, АВТ-6 деп аталады. Бұл келесі схемада осы сіздерге электр тұзсыздандыру қондырғысының атмосфералық вакуумдық 6, АВТ-6 қондырғысының мұнай блогының жаңа схемалық нұсқасы көрсетілген. Схема бойынша жаңағы бірінші тұзсызданған мұнайымыз сорап арқылы өтіп колонна бірге түседі. Содан кейін жаңағы фракцияларға бөлініп, содан кейін жаңағы пештен қыздырылу арқылы өтіп, жоғарынан көріп тұрғаныңыздай жаңағы жеңіл бензин, ауыр бензин, 180 мен 200 градус арасындағы фракция, 220 мен 280 градус арасындағы фракция, 280 мен 350 градус арасындағы фракцияларға бөлінеді. Ең жаңағы төменгі колоннаның төменгі бөлігінен шығатын қалдықтарымыз, бұлар мазут болып табылады қалдығымыз. Ал газдар жаңағы колоннаның ең жоғарғы бөлігінен шығады, сепаратордан жаңағы тазарып, күкіртсутектен тазартылып шығарылады. Сіздерге назарларыңызға мұнайды бастапқы өңдеу процестерінің негізгі мәндеріне, негізгі ұғымдарына қысқаша тоқталып өткен болатынбыз. Назарыңызға рахмет.